Өздеріңіз білесіздер, дін мәселесі деген біздің рухани байлығымыздың бір тарағы болып саналады. Мемлекет бұған өте үлкен көңіл бөліп отыр. Әдейлеген мінекей қазір министерство құрылды. Көмектесу үшін, қарау үшін, ретке келтіру үшін мемлекет болғаннан кейін мемлекеттің ішіндегі жасалып жатқан жұмыстың әр тарағы тәртіпті болу керек. Ол болмаса мемлекетте болмайды. Сондықтан сіздерге деген артатын жауапкершілік өте үлкен болады. Біз өзіміздің дәстүрлі рухани тамырымызды нығайта отырып, санамызды жаңартуға керектігін мен жақында статья жаздым. Біздің патриоттығымыз, отансүйгішіміз, елдің ішіндегі сыртындағы тыныштық болашағымыз болып саналады. Сол болашаққа бәріміз бірігіп жұмыс істеу керек. Әрине біздің тәуелсіздігіміз жағайында ұлан-ғайыр жеріміз бар. Ол жердің ұлан-ғайыр үлкен байлығы бар. Ішіміздегі тыныштық бар, елдің дәрежесі бар дүниедегі. Оған ала көзбен қарайтын адамда аз емес, белгілі. Жалпы қазақты ешкім жеңбеген, ішінен әрдер етіп, бөлек-бөлекке бөліп, жүз-жүзге бөліп, содан кейін барып жаулап алған болатын. Тарих солай. Сондықтан біз ойлануымыз керек. Сырттан ықпал етудің бір тәсілі ол жат діни ілімдерді бізге іскеп тарту. Кейінгі кезде осындай ахуал бар. Өзіңіз білесіздер. Қазіргі заманға сай болып жатқан мынау тартыс, болып жатқан сөз салыстыру, ана жақ, мына жақ, осының барлығын жігін білетін сауатты имамдар ғана елдің бетін бер қарайды. Зайырлы білімде де білу керек. Басқа діндерді де терең білу керек. Сонда салыстыра келе біздің адамдарға түсіндіретін болыңыздар. Солай ма? Иә. Ендігі бір айтатын мәселе, бізде соңғы кезде өрімдей жас жігіттер сақалын сапситып қойып, балақтарын шорт кесіп келеді. Бетін тұмшалап, бүркеп, қап-қара көйлек киген қыздардың қатары көбейді. Бұл біздің ұлтымызға да, сана сезімімізге де, дәстүрімізге де келмейді. Қазақта қара кию кісі өлгенде киеді. Қара жамылып отыр екен деп. Үйдің иесі өлді, немесе бала шағасы қырылды деген сөз. Әрине, әркімнің өзі не кием десе, сол кием деген бостандығымыз бар деген сөз ғой, ол басқа нәрсе. Мынау әдейлеп тұрып, бізге қарсы шығатын, қазақты бөлетін, Құдай деген адамның жүрегінде болу керек емес па? Дінге де жатпайды ол. Бетті тұмшалау. Шариғатта да жоқ нәрсе. Шариғатта да жоқ. Бетін тұмшалау. Арабтың өзінің салт дәстүрі бізге келген. Біз дінімізбен бірге ұлттық дәстүрімізді мықты ұстауымыз керек. Біздің қыздарымыз атам заманнан бері қарай бөрік киген, келіндері орамал салған, аналарымыз кимешек киген. Міне біздің салтымыз. Ешқандай дін де ештеме де одан бөлінген жоқ. Тағы да айтайын, қазақта шымқай қара киіну жаман ырым. Кішісі өліп, қара жамылып отыр деген сөз бар. Иә. Сонда біздің жастарымыз осындай бізге керек емес, ата-бабамыздан қалмаған өсиетке қарай жүретін болса, еліміздің болашағы не болады? Біз оған жол бермейміз. Мына тәуелсіз елді оларды тайтаңдатып қояйық деп жасап отырғанымыз жоқпыз. Бізге Қазақстанның бірлігі керек, болашағы керек, өсіп өркендеп зайырлы мемлекет болуымыз керек. Жазықсыз жандардың қанын төгу, қай дін, қандай ағым ақтай алатын қылмыс ол. Айтыңдаршы? Қанқұйлы. Қазіргі болып жатқан сол. Мұсылман адам бір адамды өлтірсе, адамзатты өлтірген. Қазір мұсылманды өлтіріп жатыр. Нағыз біздің дінімізге балта шабатын сол. Біздің дініміз, айтамыз біз, алдың қатарлы дін, ең соңғы дін. Біздің пайғамбарымыз да сондай, соған сай болуымыз керек. Жастарды білімге баулу керек. Білімді болмасақ, жастарымыз білімді болмаса, еліміз, халқымыз білімді болмаса, ертең біз қалып қаламыз. Көштің артында қаламыз. Сондықтан мұндай мәселеге келгенде әр адамның ішкі сүзгісі болу керек. Сарапқа салып. Сарапқа салу үшін білімі болу керек. Осыны халыққа терең түсіндірулеріңіз керек. Жамағатқа сөзін өткізу үшін имамдардың беделін көтеру керек. Өздері инноваторлықпен тазалықтың үлгісін көрсетулері керек. Шет елдерде өз бетінше діни білім алуға кеткен кейбір жастарымыздың
жат ағымдардың арбауына түсіп, елге теріс идеялармен келу қаупі бар. Енді алдап сулап, дүниеде әр нәрсеге қол жетемей қалған, жұмыссыз қалған жастарды біраз ақша беріп, алып кетіп, соғысқа салып, мына жерде қырылып атыр шетінен. Егер де жаман жолға түсіп, экстремизм, терроризмға ошақтан кететін болса, ол қайтып келмейді Қазақстанға. Ата-аналарды бәрі де білу керек. Барғаннан кейін өкініп, бармаған тістеп жатқандар да толып жатыр, мен білем оны. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса мәртебелі елбасы, бүгін өзіңіздің қолдауыңызбенен екінші республикалық имамдар форумы болып өтті. Бұл форум өзіңіздің құттықтау сөзіңізбенен ашылды. Осы бүгінгі қолдауыңыз үшін сізге үлкен рахмет алғысын білдіргім келеді. Форумдағы маңызды екі құжат қабылданды. Оның біріншісі жаңа өзіңіз айтып отырғандай 21 ғасырдың үздік зияткер имамы. Жалпы имам деген қандай болу керек? Бүгінгі таңда жамағатымыз сауатты болып кетті. Солардың сұрақтарына, солардың ұсынысына сай болу үшін бүгінгі таңда имам тек қана діни іліммен шектеліп қалу өте қиын. Сонымен қоса зайырлы ілімді де қоса меңгерген имам болу керек. Оған бірнеше талаптар қойылады. Жалпы болашақта имам деген 21 ғасырдың имамы осы дегендей болу керек. Ол тек діни саланы ғана білу емес, зайырлық принциптердің барлығын қолдаған жан-жақты, сыртқы ішкі саясатты білетін, жалпы халықпенен етене байланысып кете алатын үлкен бір тұлғаға айналу керек. Осы мақсатта біз осы құжатты қабылдап отырмыз. Бұл расында да біздің бүгінгі таңда имамдар үшін өте маңызды деп айта аламын. Алла жазса, осы құжат бойынша біз жұмысымызды жалғастырамыз. Екінші құжат, сіз айтып кеттіңіз, мынау Әбу Ханифа мазхабы, Матуриди ақидасы Қазақстандағы исламның дәстүрлі жолы деген құжат қабылдадық. Дәстүрлі ислам десек, әркім әрқандай пікір айтуы мүмкін, бірақ бұл Қазақстандағы исламның дәстүрлі жолы, Ханафи мазхабы. Ата-бабамыз ұстанып келе жатқан, біз осы атадан балаға келе жатқан бұл мазхаб елдің бірлігін, халықтың ынтымағын сақтап келген мазхаб. Біз осыны өзімізден кейінгі келесі ұрпаққа жалғауымыз үшін осы құжатты қабылдау керек. Жаңа өзіңізде сөзіңізде айтып өттіңіз, біздің өзіміздің ұлттық санамыз бар, өзіміздің менталитетіміз бар, дербес салт санамыз бар. Жаңа муфти Хазіретімізді айтып өтті, яғни бізде қазіргі дін мен дәстүр атты еңбек жарық көруде, және біз осы 2014 жыл мен 2018 жылдың аралығында осы діни қызметкерлер мен мешіт қызметкерлерінің ортасында осы дін мен дәстүр жылы деп жарияланған болатын. Яғни бұның бір жақсы бір жемісі болатындығын мен аңғаратынмын. Жаңа өзіңіз айтқандай, біз оңтүстік Қазақстан облысында жалпы өзінің салт санасы, өзінің бір дәстүрі, менталитеті бір ұйысқан, қалыптасқан орта болып саналады. Яғни мынау теріс көзқараста жүрген жастардың кейбірінен бір естіген сәтім болды. Біз ауыл жерлерге барып, өзіміздің идеологиямызды түсіндірсек, қарапайым ғана бір қария кісі бізге сондай жауап береді. Сен не айтып тұрсың? Біздің ол атамыздың сүйегімізге сіңген, біз бойымызға сіңген нәрсе. Сен келіп қайдан шықтың мәселен, бұл нәрсені теріске шығаратын сен кімсің? Деп оның түсінігін, оның идеологиясын қабылдамайды. Яғни бұл салт сана дәстүрді, бұл дәстүрді насихаттаудың өзі де адамдарға, біздің халқымызға, ортамызға көп үлкен бір иммунитет береді екен. Яғни жаңағыдай теріс көзқарастардың, теріс идеологиялардың оларға қарсы тұратын олардың уәжі бар. Яғни айтары бар. Бұл, яғни осы қазір біздің осы салт сана дәстүрді дінмен бірге, дін мен дәстүр деп бірге насихаттау, яғни осы екі құндылықты бірге насихаттау арқылы біз көп өзіміздің болмысымызды сақтайтын, өзіміздің осы ұлттық менталитетімізді қорғай алатын мүмкіндік болады екен. Қазіргі таңда мынау оқу бағдарламаңызға байланысты көптеген жаңағы үндеуге байланысты мынау серпін бағдарламасы менен көптеген балалар қазір солтүстік Қазақстанға шоғырланып жатыр. Университетімізге, Қозыбаев атындағы университетте үлкен келіп жатырмыз ғой. Иә, өте көп келіп жатыр. Міне қазіргі біздің осы соңғы уақытта Хазіреттің де тапсырмасы бізге сол болып тұр.
сол балаларды біз мынау жатағының біріншіден жетегіне кетпес бұрын, және ол балалар мынау Қызылорда, Шымкентте келгендер өте қазақи, тәрбиелі, ата анасының алдынан бір ибанатты тәрбиелі келген. Сондықтан да біздің осы облыс әкімшілігі болар, өзіміз болар, сол жерлерге сол балаларымызды қайтадан оқу білімін алмай, сол жерге шамамыз келгенше уағаз насихат қылып қалыңыздар деген бір игі тілек айтып жатырмыз көбісі. Мінекей қыздарымызға болсын, ер балаларымызға болсын. Ал енді солтүстік өңірдің жалпы жағдайы кейін сол жерге жұмысқа орналастыру. Жұмысқа орналастыруға бізде шамамыз келгенше сол көп уағаз насихатты сол Хазіретіміз арнайы тапсырған еді бізге. Сол арнайы серпін бағдарламасымен келген. Енді жергілікті халық ешқайда кетпейді, бірақ жалпы айтқан кезде жаңағы балаларға біз көп не жасап жатырмыз, қатты көңіл бөліп жатырмыз. Жиналған имамдарға сәлем айтып барыңдар, барлығына, барша мұсылмандарға сәлемімді жеткізіңдер. Кездесіп отырғанда біз дүниежүзілік 1,5 миллиард мұсылмандардың бір бөлшегі болып саналамыз. Құдайға тауба, тәуелсіздік алғаннан бері етек қолымызды өзіміз жинап, өзіміздің мәселемізді өзіміз шешкеннен кейін, жаңағы айтып отырғандай, қазақтың әр ұлттың болмысы, оның өзінің ұлты, дені, ділі, тілі барлығы бірге келеді. Барлығы түгел болмаса, ұлттың өзінің баршылығы, оның болмысы қандай екені мына дүниедегі орында белгісіз. Сондықтан тәуелсіздік алғаннан кейін бүкіл дүниедегі мұсылман қауымы бізді қолдады. Ең солтүстіктегі мұсылмандарымыз қатарымызға келді деп. Жай ғана сөзбен емес, ісімен де қолдап жатыр әлі күнге дейін. Қазақстанға инвестиция тарту, бізді бауырына тартып жақынымыз дейді. Біз де солармен біргеміз. Бірге дінімізді құптаймыз, дінімізді сақтаймыз, өзіміздің тәпсірімізге байланысты ары қарай жүргізе беретін боламыз. Бүкіл мұсылман қауымының алдында біздің де міндетіміз бар. Оны орындауға дайынбыз, көмектеріне біз ризашылығымызды білдіреміз. Сондықтан мынау рухани жаңғыру мәселесі жөнінде әдейі бағдарламаны мен бекіттім. Ұлттық комиссия жұмыс істейтін болады әр салада. Бұл бүкіл қауымды көңілін, жүрегін көтеруіміз керек. Барлық қазақстандықтармен көптеген қазір хат алып жатырмын. Олар өздерінің көңілін интернетте де көрсетіп жатыр. Көптен бері күткеніміз мына өзіміздің ұлттық мәселелерімізге қараймыз деп. Оған жаңағы латын қарпіне көшу мәселесі де бар, ішінде басқа да бар. Мынау оқулықтарды алып келіп үйрету, ғылымға әр адамның бәсекеге қабілетті болуы, барлығы елдің қамы, халықтың басын біріктіру. Біздің ішіміз тыныш, сыртымыздағы көршілердің барлығыменен бір түсінікпенен, келісілікпенен келе жатырмыз. Сол үшін Қазақстанды бағалайды. Дүние жүзінің алдында біздің дәрежеміз бар, орнымыз бар. Осыны сақтау үшін ішкі тыныштықты, сыртқы тыныштықты сақтауымыз керек. Мен Қазақстанның елдігін, Қазақстанның болашағын, қазақтың болашағын қорғап отырған адаммын. Осы жұмысты маған тапсырған. Сондықтан мен қолым келгенше алды-артыма қарамай, бұған кесір жасайтын адамдардың барлығын жолын кесетін боламын. Менің халықтың менен сұрап отырғаны сол. Менің иығымдағы жауапкершілік те сол. Біздің қауқарымыз да, күшіміз де барлығы жетеді.